Күйеуім бір жас қыз ғашық күйеуіме дейді, бір жас қыз ғашық болып статусқа көзінің суретін салып қойыпты. Күйеуіме айтсам күлді де қойды дейді. В смысле күлді де қойды? Типа это ему нравится? Типа что? В смысле күлді де қойды? А не үшін ол қыз сенің жігітіңнің артынан жүгіреді? Может, он ее знает? Сен тыныш отырма, шұқыла давай. Басынан құрт, ондай нәрсені басынан құрту керек. Өздерің басына идея сап бермеңдер еркектің басына. Сені бір жас қыз ұнатып жүр екен, представляешь деп. Ойбай, оның авторитетін неме көтеріп жатсың? Ертең шығат, көзіңді ойып. Сен білесің ба, маған не бір жастар ғашық болып жүр деп. Вообще ондай идеяны айтушы болыңдар, даже ойын түрінде айтушы болыңдар. Зачем идея салып беріп басына? Любой бәлені басынан құрту керек. Басынан, еркекті бастан дегенді білесіңдер ма? Еркекті бастан. Ана сәл-сәл, уже ана достарымен кішкене жүріп, жаңағыдай, үшеуі сәл көбейіп кетті ма? Біт, сразу үйде ойбай шығарып, қыстырып қойыңдар бір шетін. Бір жерін қыстырып қойыңдар. Сосын ана кішкене ставка уже ойнап кеткен кезде емес, сәл бүйтіп ставкалардың бүйтіп сайттарын бүйтіп қарап сөйтіп қызығып жатыр ма, сразу еркекті бастан сол жерден нұқып сол жерден тоқтатыңдар оны. Өстіп ше, өздерің қатындар өздерің ырбаң етіп бірге деп күліп жүресіңдер, ертең екінші қатынаған кезде ойбу деп отырасыңдар. Сосын басынан құрт, еркекті бастан. Осындай қитың-ситыңдар пайда болды ма, сразу, знаете, ату жазасына, чтобы неған кезде сразу жаңағыда нервный срыв болып, истерика ұстап, екінші рет даже ол туралы ойламайтындай болу керек. Өздерін құртасыңдар сөйтіп, есіртіп бар ғой, ай, қойып кететін шығар өзі деген сияқты. Ой, зато менің күйеуім красавчик. Сәл бүйтіп, саған уже бүйтіп қолын бүйтіп көтерді ма, это значит, в следующий раз он тебя ударит. И не надо, пожалуйста, вот этих ваших слов, ана инстаграмда, тиктокта жүргіна, еркектің таяғын жемеген, қатын емес деген. Фу! Бабы, сендер өздеріңе жауапсыңдар ғой. Өздеріңе жауапсыңдар ғой. Қолдайсыңдар соны ше. Негізі өзім тілден таптым деп. Блядь, қатындар, никогда ондай нәрсе айтпаңдар. Каждый ответственен за себя. Сәл сондай әңгімен ұшы шықты ма, бытшын шығарасың. Сразу, басынан, ондай запрет қоясыңдар. Ыржың ет, мәз болып отырмай, күлді де қойды. Неге ол күледі екен? Жылат оны. Жылат.